Endi Kiydanlar deb atalатын Қытай халқы туралы мәлімет бере кетейік. Кезінде Қытайдың солтүстігінде Ляо деген ірі империя құрған қытандар алғаш рет Қытайдың солтүстік Чи, яғни Бейчи хандығы заманында белгілі болды. Орхон Енисей мәңгітастарында да қытандар деп анық жазылған. Олар ең алғаш Лауха өзені мен Шиламұрын өзенінің біріккен тұсында өмір сүрген тайпа болып есептеледі. Олардың шығу тегі туралы мынадай аңыз бар. Аспаннан ақбоз атты періште жігіт пен ақ өгіздің күймеге чеккен қыз екеуі осы екі өзеннің қиылысында кезген. Олардан 8 ұл туады. Міне осы 8 ұлдан 8 тайпа қауым тарайды. Қытандар танымында ақбоз атты періште жігіт олардың тұңғыш қағаны, ал әйелі тұңғыш қатын екен. Екінші қағаны Қусүйек қаған, үшінші қаған Шошқабас қаған, төртінші қаған Қойжегіш қаған деп аталған. Бұдан байқайтынымыз олар алғашқы кезеңде өте келешілік күндерді бастан өткізген. Содан кейін ағаш найзамен қуалап жете алған ең үлкен жабайы шошқаны аулап күн көрген. Кейінгі кезеңде мал шаруашылығымен шұғылданған. Бірақ бұл барлық адамзатқа ортақ тіршілік тарихы ғой. Ислам дін жалпыласпаған кезде әлемнің барлық жерінде барлық халық шамасы жеткен аңды адал арам демей жей беретін. Алғашқы бабалары мінген көліктер жылқы мен сиыр болғандықтан қытандар үшін жылқы мен сиыр ең қасиетті саналған. Ғалымдар оларды ғұн немесе Сәмби тайпасына жатқызады. Мен оны Сәмби тайпасының, яғни тұңғыс тайпасының бір тармағы деп есептеймін. 8 тайпа өздерімен өздері соғысып қана қоймай 550 жылы солтүстік Чи хандығын құрған Сәмби еліне де соқтығады. Чи елінің Гаоян патшасы оларды мақтап соққылаған. Содан әлсіреген қытандар Сүй еліне, одан кейін түрік қағанатына, одан кейін Таң империясына бағынышты өмір сүрген. Таң империясына Узытен деген қатын патша таққа отырған кезде қытандар оған бағынғысы келмей көтеріліс жасаған. Таң империясына бағынышты болған жылдары Ли фамилиялы патша әулеті оларды өз бауырына тарту үшін оларға Ли деген фамилиямен жүруге болатын сыйлық жасайды. Яғни қытандар Ли деген фамилиямен өздерінің Таң патшасының туысы ретінде айтуына болатын болды. Меніңше қытандардың Елүй деген фамилиясы содан шыққан. Таңның Узытен деген қатын патшасы оларды мықтап соққылаған кезде болды. Қытандарды соққылап еңбек көрсеткен Әнлушан деген генерал кейін көтеріліс жасап Таң империясына үлкен қауіп төнгенде оның бүлігін басқан әйгілі екі генералдың бірі Ли Зунбидің ұлты да қытан болатын. Қытан дегеннің мағынасы қатаң болат құрыш темір. Ежелгі халық қатты темірді қатаң деп атаған болуы мүмкін. Әйтеуір қытан деген құрыш болат екен. Қытан ел түрікке бағынған кезде болу керек. Оларды Илижин деп қытайша жазған екен. Түрікше Ерген немесе бүгінгі тілмен айтқанда Еркен деген түрік мәнсәбі. Оларда өте үлкен биліктегі адамның мәнсәбі болды. Соңғы түрік қағанат күйреп орнат Ұйғыр хандығы орнаған кезде Таң империясының әлсіреген жылдары қытандар Ұйғыр хандығына да бағынған. Кейбір қатындарды Ұйғырдан алған еді. Ол қатындар кейінгі Ляо патшалығында үлкен еңбек көрсетті. Таң империясының күйреген жылы, яғни 907 жылы Елүй абаған Тан елін мемлекет деп жариялап таққа отыру салтанатын жасады. Үлкен от жағылып шығысқа қарап тағзым жасалды. Менің білуімше осындай тағзымдарды түрік қағанынан Шыңғыс ханға дейін жасаған. Үлкен от жағып шығысқа қарап, күн шыққан жаққа қарап тағзым жасау әдеті оларда да бар. Елүй ең алдымен солтүстіктегі Шуай моңғолдар сөзбен ғана бағындырып ала салды. Өйткені ол өте алып кісі болған. Таң империясы толық күйремей тұрып Ұлы Қорған ішіне кірген қытандар 907 жылдары недәуір аумақты жері бар қуатты ел еді. Олардың ежелгі заңында қағанды 3 жылда бір сайлайтын болғандықтан Елүй көп өтпей өзін патша деп жариялады. Әйтпесе оларда бұрын қаған деген мәнсәпті болған. Еркін артынан өзін қаған деді, оның артынан патша деп жариялады. Патша деп енді Қытай тілінен аударып отырмын.
belkim öz tilinde kagan dep atagan bolu gerek. Endi onun urpaktары takka murager bola alатын boldu. Kıtanlar küçeygen kezde soltüstüksün haldığının Nanjing degen kalasına deyindirge kengeytti. Nanjing degen kalası bugünkü Nanjing kalası emes. Sol közde solaya atılgan, yani oңтүстүк kala atılgan Kayfın kalası bolatın. Misalı Çıngiz Han Nanjing kalasını jawlady desek, onu biröwler bugünkü Nanjing kalasını jawlady dep aytyp jür. Bugünkü Nanjing kalası Yangtze özeni, yani Changjiang deryasının oңtүстүк jagynda, elde kayda oңtүstükte turatan kala. Al Kayfın kalası Changjiang deryasının, yani Yansiz deryasının soltüstük jagында turatan kala. Kayfın kalası käzir kişkene kala esepteledi. Alayda klimatı katı ısık bolgandan olaran Astana etüge Leopatçalarının biröwü katı kızganmen bäri bir ol жердin ısıtığına çılamay küyüp ölüp ketdi. Etmese ol kalada demi haz saraylары bar bolatın. Özlerine Kıtay yeregülüklerine oksaytın жазуу жасап algan Kıtanlar 200 yıllık memleket kuru tarihinde çapçan kalptas Kıtaylaşkan Tungus taypası esepteledi. Olarning askeri үнемі at üstünde jürötün turmuş täsirini özgörtkendikten jawıngerlik kabiliyetini tez jogalta başladı. Tarihte olar algaşında Kerey merkitellerinde özüne bağındırıp Baykal jagasına deyin üstemdik kurganmen, keyingi кезеңде olarning askeri 4-5 toptasıp jürse de merkitin жалgız жүрген жigitин görgende beleden avlak dep taykıp ketetin boldu. Kıtanın askeri adamın korkutalgan merkitleri sol zamanda ең jawınger taypa bolatın. Aytpese Kıtandarının jay askerinin özü oңtүстүгүндө Kıtaylardı türe sogatın mıktı bolatın. Söйte tura Kıtan patçaları arak ben amçılıkka kumar boldu. Memleket isine basa ortpaytın. Jawlap algan жерinde halklarga artı salıp çirikteske menseptiler katan jazalamaytın bolup ketdi. Bağınışlı halkların Kıtan hökümetine narazılık küçeyip karşı kötörülüşler bolup durdu. Kerey Hanım Arguz ve Merkit Han Kulbaktın kötörülüsü keyingi кезеңде ülkön soğuska jalgasıp, olar da Kıtandarga karamaytın täwelsiz elge daynalıp ülgürdü. Leopatçalığının salık jinawçı uluktары bugünkü Manjuriya жерinde endi gana bastары birigip, el boluga umtulup kele jatkan çürüştlerge salgan salık awırlasa tüsken кезде bir okuyga boldu. Sadık jinawçı Kıtan patçasının Aksunkar Kuspen aňawlaytynyn sıltap ötüp, endi salıklı çürüştlerge osu bir oňay tabıla vermeytin Aksunkar Kustan köptet taup berüge mindetledi. Leo imperiyasının soňky yıllarında salıkçılarının kuturungany sonça olar bir tündük oyun üçün çürüştlerin jay kızları mise tutpay, taypa kösemlerinin kızlarına ket berүү talap etetin boldu. Mine osunday bassızlıkka çınamagan çürüşt Hanı kötörülüske çıktı. Kıtandarın soňky patçası bul közde kün sayın aňawlaytyn jaman edetke boy urgandyktan memleketlik isler jayında kaldı. Wazirler çiriktesdi, askerler tertiben jogaltı. Çürüştlerin 10 000 askeri buların 100 000 askerin opoňa joyup jiberetin boldu. Kıtanın aňkumar patçası mınday jagdaýda issede kulak koygan jok. Ol aytdy: "Askerim elsiz bolsa men kaşa berem. Mening jerim bulan gaýır. Çürüştün azgan askeri meni kuwamyn dep de çarçap öledi goý." Kıtandardyň askeri gosundar jeke karşılık görsetken men bastary birigi ülkön soğuska uyumda salmadı. Josparlap kirişpegendikten Çürüşüt Hanı olardyň astanasında köpetpey jawlap aldy. Kıtan patçası eň soňunda kangırıp jalgız jürgen jerinde çürüşüt askerinin koluna düştü. Kıtan imperiyasının jeri çyгысында Tınık muhittan batısında Altay tawına deyin. Oňtүstügi Kıtaydyň bugünkü Henan provinsiyasy men çektesip, soltüstügi Baykalga deyin sozulatyn. Kıtay medeniyetin kabıldap patçalık saltanat kurgandy ömürdiň mänimi sen dep düşüngen Kıtan patçalary ata babalarının kançama kıyınlıkpen, cankeşlikpen kurgan memleketin solay az gana vakt içinde kurtundu. Jana özleri de ult etnos süretinde kurup ketdi. Eger batıstagı eň çetki bekinisinde jatkan 20 000 askerdi sol solcullardan
урушка салып жиберген болса, онда ел үйдашы ханзаданың Батыс Лео деп аталатын Кара Кытай патшалыгы да курулмай калар edi. Бүгүнкү Пекин төңөрөгүндө коргон сыртына чыккан ел үйдашы ханзада 200 гана нөкөрү менен аар башып коргон сыртында жаткан оңгуттарга келеді. Бұл тарихта ең алдымен Чаган татарларына келді деп жазылған. Яғни ақ татарларға келді ең алдымен қорған сыртында деп жазған. Ол кезде қорған сыртында оңгуттар отырғандықтан мен Чаган татарлары деген, яғни ақ татарлар дегенді оңгуттар деп айтып отырмын. Оңгуттар олардың ішкі жағында не болып жатқанын толық білмегендіктен өздерінің ханзадасы есебінде ел үйге үлкен құрмет көрсетіп, қонақ еткен соң кетерінде ел үйге 400 жылқы 20 түйе береді. Мініскөлі көбейген қытандар құмнан өтіп, Енисей қырғыздарына жақында орналасқан империяның ең четкі бекінісі бүгінгі Қобда өңіріндегі Қатынбалық бекінісіне келіп орнығады. Ол жерде 5-6 жыл күш жинаған қытандар бұл кезде әбден күшейіп, ішкі Қытайға күш көрсетіп жатқан чүршіттерге ұсақ соғыстар ашады. Сонда ғана ел үйдашы ханзаданың бар екенін ескерген чүршіттер ел үйдашыға қарсы 10 мың әскер жіберді. Олармен соғысудан пайда жоғын аңғарған ел үйдашы Қатынбалық қаласын тастап кетті. Ол қырғыздарға шабуыл жасаған еді, қырғыздар оларды түре қуып тастады. Амалсыз қалған ел үйдашы Алтайдан асып түсіп Еміл өзенінің жағасына келіп тоқтады. Сол жерде Еміл қаласын, яғни бүгінгі Қытайдағы Дөрбілжін деп аталатын қаланы салып орнықты. Кейінгі өмір басқа тарихта көп жазылған. Мен тек жазылмаған бөлімдерін жазып отырмын. Тарихшылар оны 200 ғана адаммен келіп патша болды деп сыпырта береді. Оның таза қытан жасағы 21 мың болған. Мұндай күш болмаса дала тайпалар оған қалай бағына қойсын? Қытандардың Қытайда қалған бөлігі Қытайға бағынған бар, чүршітке бағынған бар, Моңғол халқының құрамына кіргендері де бар болатын. Жетісуға Шыңғысханның әскері кірген кезде оңтүстікке қашқан қытандар Иран жерінде Керман мемлекетін құрған. Бірақ көп өтпей сол қытандар ислам дінін қабылдап мұсылман болған деген дерек айтылады. Шыңғысхан ордасында ұзын сақал аталған бітікші, хатшы және аудармашы Елүй Чусай деген адам Шыңғысхан өлген соң біраз жылдан кейін өзінің бұрын тұрған мекені Пекинге қайтып, сол жерде өмірден өтті. Осы Елүй Чусайды кейбір жерінде Удун Саха деп те жазып жібергендер бар. Ол ұзын сақал деген сөз. Елүй Чусай оның қытанша аты. Оның қабыры бүгінгі Пекин қаласының орталығындағы Ихуян саябағында тұр. Бұл сияқты қаншама қытандар чүршіттерге, қытайларға қызмет еткенін санап тауысу қиын. Қорған сыртына қашып кетіп, моңғолдармен бірігіп чүршітке қарсы соғысқа қаншама қытандар қатысып қырылып кетті. Сонымен тұңғыстарға жататын жартылай тілі түрік тілді осы бір халық ұлт ретінде жойылып кетті. Олардың Қытай иероглифіне ұқсатыңқырап жасалған жазуын ешкім оқи алмай отыр. Әйтпесе Қытайдың солтүстік жағында 200 жыл үлкен империя құрған халықтан талай жазба қалған еді. Юан империясының үлкен уәзірі болған Меркіт руынан шыққан Тоқта Темір олардың тарихын толықтап жазып қалдырса да, олардың әдеби мәдени кітаптары күні бүгінге дейін оқылмай аударылмай жатыр. Кейінгі жылдары Қытай ғалымдары генетикалық сараптау арқылы 1670 жылдары Шыңжаңға қиыр шығыстан қоныс аударып келген Тағыр ұлтының гені және оңтүстік Қытайдағы Юннан провинциялары жақта тұратын Қытай ұлты болып кеткен 3 фамилияны ежелгі қытандардың ұрпағы деген шешімге келді. Әрине бұл шындыққа жанасымды. Өйткені чүршіт билігі қытандарға өшіккені сонша олардың хандарының молаларында шағып тастаған болатын. Мұндай жағдайдан соң қытандардың билік басындағы адамдардың бір бөлімі оңтүстік Қытайдағы адам аяғы жетпейтін жерлерге барып, фамилиясын өзгертіп өмір сүру әбден мүмкін. Бір бөлім Жетісу жерінде ұзақ уақыт түріктермен қатар өмір сүрген қытандар Наймандардың күшлік ханы келгенде күшлікке бағынып, күшліктің құрамында Наймандар тайпасының бір бөлімін болып сіңісті. Бүгінгі Найман тайпасының ішінде Қытай деп аталатын аталар бар.